Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгінгі видеода қыздар біз әйел адамның жыныстық органдарында патологиялық жағымсыз иіс бар бөліністер пайда болса, немесе әйел адам бала көтерумен проблемалары болса, немесе сіз келесі жүктілікке сапалы дайындалғыңыз келсе, әйел адамға тапсыру керек инфекцияларды айтатын боламын. Қандай инфекцияларға қандай анализ тапсыру керек. Сондықтан егер де сізге бұл тақырып қызық болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Қыздар, тақырыпты бастамай тұрып, менің каналыма подписаться кнопкасын басып, тіркеліп, және де осы видеоға лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Егер де лайк қойып болған болсаңыздар, онда тақырыбымызды ары қарай жалғастырайық. Қыздар, әйел адамда жиі кездесетін жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекциялардың ең жиі кездесетін инфекциялардың бірі ол хламидия трахоматис болып табылады. Неге мен бұл жерде трахоматис деп акцент қойып жатырмын? Өйткені хламидияның басқа да түрлері бар, бірақ ол түрлері сіздің репродуктивті функцияңызға, сіздің бөліністеріңізге, сіздің бала көтере алмауыңызға ешқандай әсер етпейді. Сондықтан сіз жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекцияларға анализ тапсырып жатқан кезде, хламидияға анализ тапсырып жатқан кезде, тек қана хламидия трахоматис түріне ғана тапсырасыздар. Қыздар, хламидия трахоматис әйел адамға жұққан кезде белгілерін беруі мүмкін. Мысалға, әйел адамда жыныстық органдардан жағымсыз иісі бар, патологиялық жасыл, қоңыр түсті бөліністердің пайда болуы мүмкін. Немесе сізде етеккір циклының ортасында, мысалы овуляция уақытында сізде жыныстық органдардан қанды бөліністер пайда болуы мүмкін. Немесе сізде жатырдан тыс жүктілік болуы мүмкін. Мысалға, немесе жүктіліктің ауытқулары болуы мүмкін. Бірақ кейбір жағдайларда хламидия трахоматис әйелге жұқса да, ол ешбір белгісін бермей өтуі мүмкін. Бірақ инфекция сіздің қынабыңыздан ары қарай жатырдың ішіне көтеріліп, жатырдың ішінде созылмалы қабынуға алып келеді. Одан кейін ары қарай ол уақытылы емделмейтін болса, сіздің жатыр түтікшелеріңізге өтіп, сол жерде қабыну процестерін алып келуі мүмкін. Соның салдарынан сізде бала көтерумен проблемалар болуы мүмкін. Өйткені жатыр түтікшелерінің өткізу қабілеті төмендейді, егер де ол жерде қабыну процесі болса. Немесе жатырдан тыс жүктілікке алып келуі мүмкін. Қыздар, хламидия трахоматис кейбір жағдайларда ешбір симптомсыз өтуі мүмкін екенін дәлелденгеннен кейін, егер де сізде бала көтерумен проблемалар болып жатса, немесе сіз жүктілікке дайындалып жатсаңыз, немесе жыныстық органдарыңыздан жағымсыз иісі бар бөліністер пайда болатын болса, патологиялық бөліністер пайда болатын болса, онда осы хламидия трахоматисқа анализ тапсыруға кеңес беріледі. Хламидия трахоматисті біз анықтау үшін, қыздар, ПЦР анализін тапсырамыз. ПЦР анализдің екі түрі болады. Біреуі качественный, біреуі количественный. Сіз лабораторияға тапсыруға барған кезде именно качественный түрін таңдайсыз. Количественный түрі сізге керек емес. Өйткені хламидия трахоматис қандай мөлшерде сіздің ағзаңызда болса да, хламидия трахоматис емді талап етеді. Даже если сіз жүкті болсаңыз да, жүктілік кезінде сіздің ПЦР анализіңізден, сапалы ПЦР анализіңізді, качественный ПЦРда хламидия трахоматис анықталатын болса, ол міндетті түрде жүкті әйел болсаңыз да емді талап етеді. Хламидия трахоматис, қыздар, тек қана бір антибиотикпен ғана емделеді. Егер де сізде ПЦРде хламидия трахоматис анықталып жатса, онда міндетті түрде жыныстық партнермен бірге емделу керексіздер. Және де емделу барысында жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Толығымен ем аяқталғаннан кейін 1 ай уақыт күтесіз. 1 ай уақыт өткеннен кейін жыныстық партнеріңізбен бірге барып анализ тапсырасыздар. Тек қана екі адамда да анализдер теріс болып шыққаннан кейін барып, ешбір қорғанышсыз жыныстық қатынасқа түсуге рұқсат етіледі. Қыздар, хламидия трахоматис қоғамдық әжетханада, бассейнда, саунада, моншада жұқпайды, киім арқылы жұқпайды. Хламидия трахоматис тек қана жыныстық қатынас арқылы жұғады. Сондықтан, егер де сізде хламидия трахоматис анықталып жатса, онда жыныстық партнермен бірге емді талап етеді. Келесі, жыныстық қатынас арқылы берілетін, және де егер де сізде бала көтерумен проблемалар болып жатса, немесе сізде патологиялық бөліністер пайда болса, немесе сіз жүктілікке дайындалып жүрсеңіз, келесі анализ тапсыру керек инфекция ол микоплазма гениталиум болып табылады. Бұл жерде де, қыздар, микоплазма гениталиум деп акцент жасап жатырмын. Неге? Өйткені микоплазманың басқа да түрлері бар. Мысалы, микоплазма гоминис. Сізде, мысалы, кейбір анализ, қыздар анализ тапсырып жатқан кезде, жаңа целый тізімін тапсырады анализдердің. Оның ішінде микоплазма гоминис да бар, ореоплазма да бар, гарнарелла да бар, мысалы. Және де білмегендіктен кейде сол микоплазма гоминис шығып жатса, антибиотикпен емдеп, қыздар сонда емделіп жүреді. Бірақ, қыздар, микоплазма гоминис ол әрбір әйел адамда кездесуі мүмкін.
флора болып табылады. Сондықтан микоплазма гоминис даже если сіздің анализіңізде анықталып жатса, бұл емді талап етпейді. Бізде репродуктивті функциямызға, жалпы әйел адамның жыныстық органдарына, бала көтеру функциясына әсер ететін ол микоплазманың именно гениталиум деген түрі ғана. Егер де сізге микоплазма гениталиум жұққан болса, сізде жыныстық органдардан жағымсыз иісі бар бөліністер, қанды бөліністер, қоңыр жұғындылар анықталуы мүмкін, немесе сізде бала көтерумен проблемалар болуы мүмкін, немесе сізде жатырдан тыс жүктілік болуы мүмкін. Сондықтан кейбір жағдайларда микоплазма гениталиум жүктіліктің ауытқуларына алып келуі мүмкін. Түсік, мысалға, немесе замершая беременность, дамымай қалған жүктілік сияқты проблемаларға алып келуі мүмкін. Сондықтан егер де сізде репродуктивті функцияңызда проблемалар болып жатса, немесе жүктілікке дайындалып жатсаңыз, онда осы микоплазма гениталиумға ПЦР анализін тапсыру керек болады. Бағанағы хламидия трахоматис жағдайындағы сияқты микоплазма гениталиум кезінде де біз ПЦР анализін тапсырамыз. Қыздар, бүгінгі менің сіздерге айтатын тапсыру керек инфекциялардың ешбіріне біз қан тапсырмаймыз, яғни ИФА анализін тапсырмаймыз, тек қана ПЦР анализін тапсырамыз. ПЦР анализі, қыздар, бізде мазок ретінде, кәдімгідей сізді креслоға жатқызып, мазок ретінде алынады. Микоплазма гениталиумға біз хламидия трахоматис сияқты ПЦР анализін тапсырамыз. ПЦР именно сапалы түрі, яғни качественный ПЦР тапсырамыз. Және де оның қорытындысы немесе сізде бар микоплазма гениталиум, немесе сізде жоқ деген шығады, оң немесе теріс. Егер де микоплазма гениталиум сізде теріс шықса, значит сізде бұл инфекция жоқ, яғни сізде болып жатқан қандай да бір репродуктивті функцияның проблемалары бұл микоплазма гениталиумнан емес, және де сіз спокойно келесі жүктілікті жоспарлай берсеңіз болады. Мысалға, бірақ егер де сіздің ПЦР анализіңізде микоплазма гениталиум анықталған болса, сізге міндетті түрде жыныстық партнермен бірге емделу керек. Микоплазма гениталиумды антибиотикпен емделеді, бір ғана антибиотикпен емделеді, және де алдыңғы хламидия трахоматистің жағдайындағы сияқты сіз полностью емді аяқтағаннан кейін бір ай уақыт күтіп, қайтадан ПЦР анализіңіз жыныстық партнер екеуіңіз бірге тапсыру керексіз. Әйел адамның репродуктивті функциясына әсер ететін үшінші инфекция ол трихомонада деп аталады. Трихомонада, қыздар, әлемде ең жиі таралған жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекциялардың бірі. Трихомонада кезінде әйел адамда жағымсыз иісі бар, көпіршік тәрізді сұр бөліністер пайда болады жыныстық органдарында, бірақ кейбір әйелдерде ешбір белгісіз өтуі мүмкін. Бірақ трихомонада әйел адамда бала көтерумен проблемаларға алып келуі мүмкін, жатырдан тыс жүктіліктің пайда болуына алып келуі мүмкін. Жүктілік кезінде балаға әсер етіп түрлі ауытқуларға алып келуі мүмкін. Сондықтан жүктілікті жоспарлау барысында немесе сізде бала көтерумен проблемалар болып жатса, осы трихомонадаға міндетті түрде анализ тапсыру керек. Бұл трихомонадаға да біз ПЦР анализін тапсырамыз. Тағы да қайталап айтып кетемін, ешқандай қан анализін тапсырудың қажеті жоқ. Тек қана креслода мазок ретінде ПЦР качественный анализін тапсырамыз. ПЦРдің қорытындысы, қыздар, сізде оң немесе теріс болып шығады. Егер де теріс болса, сізде яғни бұл инфекция жоқ деген сөз. Ал егер де оң шығатын болса, онда жыныстық партнермен алдыңғы айтып кеткен екі инфекция сияқты жыныстық партнермен бірге ем алу керексіздер, және де ем толығымен аяқталғаннан кейін бір айдан кейін қайтадан ПЦР качественный түрін қайтадан тапсыру керек боласыздар. Төртінші инфекция, қыздар, әйел адамның репродуктивті функциясына әсер ететін, бала көтеруге әсер ететін, жалпы сізде түрлі бөліністердің пайда болуына алып келетін ол гонокок инфекциясы. Гинекологияда оны гонорея деп атайды, яғни егер де сізге осы гонокок инфекциясы жұққан болса, онда сізде гонорея деген ауру пайда болады. Гонорея алдыңғы айтып кеткен инфекциялар сияқты сізде жағымсыз иіс бар бөліністердің пайда болуына, сізде қышу сезімнің пайда болуына, сізде жыныстық қатынас кезде дискомфорт, ауру сезімнің пайда болуына, қанды бөліністердің, кейде қоңыр бөліністердің пайда болуына алып келуі мүмкін, бірақ кейбір келіншектерде ешбір белгісін бермей өтуі мүмкін. Сондықтан да егер де сіз жүктілікті жоспарлап жүрген болсаңыз, немесе сізде жүктілікпен проблемалар болатын болса, бала көтере алмай жүрген болсаңыз, онда осы гонореяға тексерілу керексіздер. Өйткені гонокок, гонорея егер де уақытылы емделмеген болса, ол қынаптан жатырдың ішіне көтеріліп, бұл жерде созылмалы қабынуға алып келіп, ары қарай жатыр түтікшелерінің қабынуына алып келіп, жалпы гонорея әйел адамның кіші жамбас қуысында
қабынудың пайда болуына, соның салдарынан спайкалардың пайда болуына, бала көтере алмау проблемаларына алып келуі мүмкін. Сондықтан қыздар, бұл гонореяға да уақытылы тексерілген дұрыс. Гонореяны анықтау үшін біз алдыңғы инфекциялар сияқты ПЦР анализін тапсырамыз. ПЦР анализі именно качественный, сапалы түрін тапсырамыз. Дәл алдыңғы инфекциялар сияқты қорытындысы оң немесе теріс болып шығады. Теріс деген сөз сізде ешқандай инфекция жоқ деген сөз. Егер де оң болса, онда міндетті түрде жолдасыңызбен бірге антибиотикпен емделу керексіздер, және де емді толығымен аяқтағаннан кейін 1 айдан кейін ПЦР анализін қайталап тапсыру керексіздер. Қыздар, бағанадан бері мен сіздерге ПЦР анализін тапсыру керексіздер деп айтып жатырмын, бірақ ПЦР анализін тапсыру үшін сізде ПЦР анализінің қорытындысы дұрыс шығу үшін сізге арнайы дайындық керек. Жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекцияларға анализ етеккір алдында тапсырылады. Мысалға сізде мысал ретінде 30 қаңтар күні сізде етеккір келетін болса, сіз 2-3 күн бұрын барып осы инфекцияларға анализ тапсырсаңыз болады. Егер де сізде етеккір циклыңыз нерегулярный болса, яғни қашан келіп, қашан кететінін білмейтін болсаңыз, етеккір циклының кез келген уақытында тапсыруға болады. Бірақ сіздің анализіңіздің қорытындысы дұрыс шығу үшін сіз бұл анализді тапсыру барысында 1 ай бұрын хотя бы антибиотиктер қабылдамаған болуыңыз керек. Және де анализ тапсырар алдында қынаптың ішіне хотя бы 2 апта бұрын ешқандай свечи, спринцевание, ештеңе жасамауыңыз керек. Және де анализге тапсыруға барған уақытта кем дегенде 2 күн бұрын сізге жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Егер де хотя бы осы дайындықпен барсаңыз, сіздің анализіңіздің қорытындысы дұрыс болып шығады. Қыздар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сіздерге осындай форматта видеолар ұнаса, бүгінгі тақырып сіздерге ұнаса, пайдалы болса, осы видеоға лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің Instagram парақшам, Telegram парақшам бар екен де ұмытпаңыздар. Мен мына жерге өзімнің Instagram парақшамды, мына жерге Telegram арнамды белгілеп кетемін. Ол жақта мен күнделікті жүктілікке қатысты, гинекологияға қатысты, инфекцияларға қатысты түрлі пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Егер де Instagram, Telegramнан мені бақылаймын десеңіздер, міне қалдырып кеттім. Осы Instagram парақшама, Telegram арнама тіркеліп қойсаңыздар болады. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыздың барлығын осы видеоның астына қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде оқып, уақытым болғанша сіздерге жауап беруге тырысамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.